Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы секунд. Бүгінгі сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді үйренесіңдер. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Сағаттардағы көрсетілген уақытты атаңдар. Балалар, суретке назар аударыңдар. Бірінші жолда күндізгі уақыт белгіленген, ал екінші жолда түнгі уақыт белгіленген. Олай болса, сағатқа қарап уақытты айтайық. Алғашқы уақыт 12 сағат 15 минут. Келесі уақыт 14 сағат 45 минут. Үшіншісі 9 сағат 10 минут. Енді түнгі уақытта айтайық. 3 сағат 20 минут. Келесі 21 сағат 30 минут. Және соңғысы 23 сағат 40 минут. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Өлшем бірліктеріне өрнектеңдер. Балалар, 3 сағат 15 минут қанша минутқа тең? 1 сағатта 60 минут бар екені белгілі. Демек, 3-ті 60-қа көбейтеміз. 3 сағатта 180 минут. 180 минутқа тағы да 15 минутты қосамыз. Сонда 3 сағат 15 минут 195 минутқа тең екен. Келесі 160 минутты сағатқа және минутқа өрнектеу қажет. Балалар, 160 минутта қанша сағат бар? Дұрыс айтасыңдар. 160 минутта 2 сағат және 40 минут бар. Келесі 4 сағат 50 минут қанша минутқа тең? 4 сағатта 240 минут бар. Және оған тағы да 50 минутты қосу қажет. Сонда барлығы 290 минут екен. Соңғысы 5 сағат 35 минутты минутпен өрнектеу қажет. 5 сағатта 300 минут бар. 300 минутқа тағы да 35 минутты қосамыз. Сонда барлығы 335 минут болды. Балалар, сендер де дұрыс өрнектедіңдер деп ойлаймын. 1 минутта секунд тілі сағаттың цифр болатын толық айналады. Демек, 1 минутта 60 секунд бар. Балалар, енді осы мәліметтерді пайдаланып, келесі тапсырмаларды орындаймыз. Уақытты секундқа дейінгі дәлдікпен айтыңдар. Алғашқы уақытқа көңіл бөліңдер. 3 сағат 55 минут 20 секунд. Балалар, келесі сағат қандай уақытты көрсетіп тұр? Келесі сағат 1 сағат 25 минут 45 секунд уақытты білдіреді. Енді соңғы сағатқа назар аударыңдар. Соңғы суретте 4 сағат 35 минут 10 секунд уақытты көрсетіп тұр. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Өлшем бірліктеріне өрнектеңдер. Балалар, 2 минут 15 секундты секунд арқылы өрнектеу қажет. 1 минутта 60 секунд бар екені белгілі. Демек, 2 минутта 120 секунд бар. 120 секундқа тағы да 15 секундты қосамыз. Сонда барлығы 135 секунд болады. Демек, 2 минут 15 секунд 135 секундқа тең. Енді 3 минут 30 секундты өрнектейік. 3 минутта 180 секунд бар. 180 секундқа тағы да 30 секундты қосамыз. Қосындының мәні 210 секундқа тең. Келесі өлшем бірлікті секундқа айналдырайық. 5 минут 42 секунд. 5 минут 300 секундқа тең. Және 42 секунд тағы бар. Демек 342 секунд. Келесі 68 секундты минутқа және секундқа өрнектеу қажет. 68 секундта
1 минут 8 секунд бар. 140 секундта қанша минут және қанша секунд бар? 140 секундта 2 минут және 20 секунд бар. Соңғы өрнектеуде 162 секундты минутқа және секундқа өрнектеу қажет. Балалар, 162 секундта қанша минут бар? Дұрыс айтасыңдар. 162 секундта 2 минут және 42 секунд бар. Балалар, сендер де дұрыс өрнектедіңдер деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан би үйірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолөнер үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнектеңдер. Алдымен есептің шартын жазайық. Би үйірмесіне 2 күн 40 минуттан, қолөнер үйірмесіне 3 күн 50 минуттан. Барлығы қанша уақыт? Есептің шешуін жазайық. 2 мен 40-тың көбейтіндісіне 3 пен 50-дің көбейтіндісін қосамыз. Балалар, 2 мен 40-тың көбейтіндісі нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. 2 мен 40-тың көбейтіндісі 80-ге тең, ал 3 пен 50-дің көбейтіндісі 150-ге тең. Демек, 80-ге 150-ді қосамыз. Қосындының мәні 230-ға тең. Демек, Назым аптасына 230 минут үйірмелерге жұмсайды екен. Енді минутты сағатпен өрнектейік. Балалар, 230 минутта қанша сағат бар? 230 минутта 3 сағат және 50 минут бар. Олай болса, бұл есептің жауабы Назым аптасына 230 минутын үйірмеге жұмсайды. Жарайсыңдар. Келесі есепке назар аударыңдар. Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен және тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауабын минут және секундпен өрнектеңдер. Алдымен есептің шартын жазайық. Метромен 8 минут, жаяу 5 минут. Барлығы қанша уақыт? Бұл сұраққа жауап беру үшін 8 минутқа 5 минутты қосамыз. Қосындының мәні 13 минутқа тең. Минутты секундпен өрнектейік. Балалар, 1 минутта 60 секунд бар екені белгілі. Демек, 13-ті 60-қа көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 780-ге тең. Демек, 13 минут 780 секундқа тең. Сонымен, бұл есептің жауабы Айдос мектепке дейін барлығы 13 минут жүреді. Жарайсыңдар. Келесі есепте теледидарда мультфильм сағат 15:40-та басталып, 15:50-де аяқталады. Мультфильм қанша уақытқа созылады? Жауабын секундпен өрнектеңдер. Алдымен есептің шартын жазайық. Басталады 15:40, аяқталады 15:50. Созылады қанша уақыт? Бұл есепті шешу үшін 15 сағат 50 минуттан 15 сағат 40 минутта азайтамыз. Айырманың мәні 10 минутқа тең. Енді 10 минутты секундпен өрнектейік. Демек, 10-ды 60-ға көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 600-ге тең. Сонымен бұл есептің жауабы мультфильм 600 секундқа созылады. Жарайсыңдар балалар. Сендер де тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.